Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге оладьи жасаудың ерекше құпияларымен бөлісетін боламын. Білу үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер де мен айтқан құпияларды ескеріп жасайтын болсаңыздар, сіздердің оладьилеріңіз мінсіз болып шығады. Ал онда видеоны соңына дейін мұқият қараңыздар және де менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен осындай үлкен шұңқыр ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Қоспалардың нақты мөлшерін әдеттегідей описаниеге жазып қойдым. Үстіне қант салып және де кішкене мөлшерде тұз салып, осыны венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Оның үстіне айран құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Айран міндетті түрде жылы болуы қажет. Оның үстіне ұнды аз-аздан қосып, араластырып отырамыз. Мен 250 грамм ұн қостым, бірақ айырмашылықтар болуы мүмкін. 230 немесе 250 грамм ұн қосуларыңыз мүмкін. Оны қоспаның консистенциясына қарап анықтайтын боласыздар. Қою қаймақ болғанша ұнды қосамыз. Енді осының үстіне жарты шай қасық сода қосамыз. Осыны жақсылап араластырамыз. Мінекей дәл осындай қоюлықта болу қажет. Енді осы жерде бір құпияны айта кетейін. Енді осы қоспамызды 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сонда біздің оладьилеріміз жұп-жұмсақ, үлпілдек болып, ортасы жақсы көтерілетін болады. Енді осы уақытта табамызды орташа отта қыздырып, сұйық май құйып, оладьилерімізді пісіруді бастаймыз. Барлығын бірдей формада құйып, асты қызарғанша күтеміз. Асты қызарғаннан кейін екінші бетіне айналдырамыз. Мінекей осылай барлығын жалғастырып пісіріп шығамыз. Екінші жағы піскеннен кейін оттан аламыз. Видеода көргендеріңіздей біздің оладьилеріміз өте жақсы көтерілетін болады. Міне біздің оладьилеріміз өте керемет болып пісіп шықты. Өз қалауларыңызша тәтті сироппен немесе қаймақпен, түрлі жемістермен қосып жесеңіздер болады. Таңғы асқа өте дәмді, тойымды, ерекше тағам болып есептеледі. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер, сіздерде де керемет шығатынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.